барсаң да осы кітап. Ассалаумағалейкум достар. Менің қолымда қазір екінші болма кітабы. Жалпы соңғы кездері біздің қоғамда бұрын біз әзіл-оспақ театрларын соларды көріп мәз болушы едік. Ал енді солардың орнын басқан бүгінде бизнес спикерлер. Олар келді жайлап ысырып ортамне осыларды қойды. Бұрынғы риясыз күлкілер жалпы азайып кетті. Енді әр адам өзі бір баюды және тұзға болып қалыптасуды және де қалай осындай бизнес бастайын, қалай ақша табам деген сияқты күнкөрістің қамына, яғни керекті нәрселермен айналысуды жөн көрді. Жалпы Қуаныш Шонбайдың екінші болма кітабы 2017-2018-ден осы кітап өте қатты қарқынды түрде дамыды. Негізі өте көптеген әдеби кітаптарда шығарылып жатыр, бірақ неге бұл кітап тез тарады? Себеп бұл жерде қазіргі бизнесмендердің қазіргі қоғамда дәуірі басталды. Қуаныш Шонбай бізге не айтқысы келді? Румен сауда орталығында қандай жағдайларға тап болғанын, соны қалай жүргізгені осы кітапта барлығы айтылады. Екінші болманы алып оқысаңыздар болады. Маған жалпы осы кітап жақсы ұнады. Бұл кітапты классикалық кітап, әдеби жанрдағы кітап деп айтуға келмейді. Бұл кітапты сіз де жаза аласыз. Қазіргі қоғамда жалпы осындай кітаптар көбейіп кетті. Инстаграм, Ютуб, әр адам өзінің білгенін жазып жатыр да, жазушылық өнердің де құны кетіп бара жатыр да. Мен мына кітапты жамандағым келіп тұрған жоқ, бірақтан да осындай кітап шығарушылар өте көбейіп кетті. Жалпы олардың айтып отқан әңгімелердің барлығы бір әңгіме негізі. Қайсысын алып оқыдыңыз, содан кейін өйтіп қатты іздеп алан деп істеп қажет емес деп ойлаймын, өз ойым. Шетелдік авторлардың афоризмдерін осы кітапқа жинастырған. Адам даму үшін өзіне бір проблема жасау керек дейді. Алдында мақсат қоя білсе, сол бойынша жүретін болса, оның армандары орын алады дейтін сөз өте келісем. Адам өзіне бір проблема жасау арқылы жетістіктерге жететін, сондай жақсылыққа бастайтын сондай проблемаларды айтып отырмыз. Өзінің алдына бір мақсат қоя білетін, тұлға болып қалыптасқысы келетін жандарға осы кітапты міндетті түрде оқыған дұрыс. Қуаныш Шонбай жылдар салып арасына екінші кітабы жарық көрді, ол Құпия кітабы. Құпия кітабында мен бірден оқып шықтым. Бұл кітапта мен өте көп артықшылықтарды көрген жоқпын. Әңгіменің шыны керек, өтіп мақтаудың да өзінің реті болады деп ойлаймын. Бірақ бір ерекшелігі мына кітаптардың дизайнына өте қатты мән береді. Сырттары өте әдемі немен жасалғанда. Құпияның ішінде оқып отырған кезде көп кездесетін сөздерді жазылғанда, мен Мұхамеджан Тазабек дейтін ағамыздың жаңағы адам дейтін реніштерді қабылдай бермеу керек, реніш дейтін бір жаман шіріген картошка сияқты, соны тап боласың, оны лақтырсаң, сен жеңілдей түсесің деген сол әңгімесі осы YouTube желісінде бар. Осыны Қуаныш Шонбай қайта айтыла беретін нәрсені осының ішінде жазып жіберген де, сол жері маған ұнамай қалды. Біздің елімізде бұндай кітап негізі біздің қазақ дәстүріне бұндай жаңағыдай ақшаны тауып қатты баю негізі біздің дәстүрімізде ондай жоқ болатын. Саудаласу, біздің қазақ дейтін бұрыннан тек көрші көмектесіп әншейін елпілдеп жүре беретін қазақпыз ғой негізі. Соңғы жылдар осындай Ахметбек ағаларымыз көптеген енді осындай жастарды шақырып, осылардан Шонбай сияқты өздерінің кітаптары, өздерінің нелерін шығарып жатыр ғой енді. Бұл жерде де ол ішінде, мысалы, бір сауда жасаған кезде бір затты алып, үстіне ақша қосып, сөйтіп сатуды үйретіп жатыр да, мысалы. Бұл жерде дейтін жақсы заттарда, жақсылықтарда бар шығар, зиянын өзіміз бәріміз көзімізбен көрдік қой, мысалы. Осы алдыңғы жылы коронавирустан көптеген адамдар қайтқан кезде дәрілерді алып, мысалы, солардың айтуы бойынша да, мысалы, шәкірт солардың несі деуге болады да, солардың рұқсаты деуге де болады. Көптеген дәрілерді, мысалы, аптекаден дәріханалардан таба алмай қалды. Қайда кетті? Олардың барлық саудагерлер, мысалы, біз сияқты қарапайым адамдар алып кеткен. Қарапайым адамдар алып кетіп, мысалы, ауырып өлейін деп жатқан адамдарға 300-400 қымбатқа сатты, мысалы.
бұл адамгершілікке жата ма? Бұл адамгершілікке жатпайды. Ондай жағында үстіне ақша қосып жатып миллионер болып кет, миллиардер болып кет, бірақ сен оның өмірдің мәнін, өмірдің рахатын сезіне алмайсың. Бұл байлық ондай түбі жақсылыққа апармайды. Кітаптар келіп біздің қазақ дәстүрі өзгере бастады. Және бір айтып кететін нәрсе, қазір соңғы кезде «Игра в кальмара» дейтін кино өте белсенді көрсетілімде, қаралымда. Бұл кино жалпы нені айтқысы келеді? Бұл киноны жастар, балдар жағы ана жерде атып тастайтын, өлтіріп тастайтын көріп жатыр ғой. Ол кино дұрыс емес деп жатыр. Бірақ бұл киноның соңын көрдіңіз бе сіз? Соңында не айтады? Ішіндегі ана бірінші нөміріндегі шал ең соңында тірі қалады ғой. Ең соңында тірі қалып, ең басты сол жерде ұйымдастырып отырған сол шал болып шығады. Бұл жерде шал өзінің өмірінің азғантай уақыт қалғандығын және де өмірде ақшадан ешқандай пайда жоқ екендігін сол жігітке шақырып алып өзіне түсіндіріп айтады. Бұл жерде 456-шы жігітке неге көмектескендігі де баяндалады. Өйткені бұл өмірде қазіргі мына байлық басқан заманда, егер біз байлық болуға жағында құлшынып жатырмыз ғой, байлық басқан жерде мейірімділік те азаяды деген сөз айтады. Мейірімділік те азаяды. Бұл жерде бұл шал, бұл ана жігітті көріп, оның мейірімділігіне қатты сүйсінеді. Әрине бұл жігіт өте керемет, әдемі, жақсы жігіт деп айтуға толықтай негіз жоқ. Дегенмен де бұл сондай адамдардан болғанына таң қалып, сол жігіттің жеңіп шығуына бірден бір көмектеседі. Бұл жерде шақырып алып жаңа шал не дейді? Өмірде байлықтан да адам шаршайды. Байлықтан да адам жалығады. Ол жалыққан адам уже азғындай бастайды. Ақшаны құртқысы келеді. Жаңағыдай ойын ұйымдастырып отқанның барлығы сол жердегі үлкен андай-мындай шіріп кеткен байларға, жалпақ тілмен айтқанда. Бұл жағындай киімі көптік, тамағы тоқтық, аздаған адам баласы деген секілді, бұл жерде байлықтан да адам депрессияға түседі. Адам сондай жанға азат. Сол жерде екеуі бәстеседі, мейірімділік бар екеніне сенесің бе, сенбейсің бе деп. Екеуі бір адамға бәстеседі ғой соңында. Сол кезде ана басты рөлде жігіт мен мейірімділікті қолдаймын дейді. Сол секілді өмірде де кино сонысымен көптеген халыққа, көптеген елге сондай жаңалық енгізді. Сонысымен ерекшеленді кино. Шетелдік «Терминал» дейтін Том Хэнкс ойнайтын бір фильм бар. Соның сюжетінде бұл басты кейіпкердің арманы өзінің әкесінің үлкен бір оркестрда ойнайтын адамдардың барлығының өзінің жақсы көретін, өзінің сүйіп тыңдайтын альбомының, сондай оркестрінің, музыканттарының оркестрдің әрбір мүшесінен қол қойдыртып алады да, ана жаққа барып, қаяқта тұрады, сол жаққа барады да. Сол әкесі ең соңында барлығына қол қойдыртып бір адамға қалып қояды. Соған қол қойылмай қалады, сол темір қорапшаның ішінде сақтайды. Соны баласына аманаттап тапсырып кетеді. Жаңағы өнерпазды іздейді. Іздеп барады, сол үшін жаңағы көптеген қиыншылықтарға тап болады. Бұл жерде оның жаңағы қасындағы адамдар түсінбейді. Бұл өмірдің мәні неге жаңағыдай қиыншылыққа тап болып жүр, бұл не істейін деп жүрген адам деп бәрін зерттей келгенде, бұл киноның ең соңында жаңағы әкесінің көре алмай кеткен әртісіне жаңағы баласы барып, жаңағы саксофонист негерге барады, осы жерде барып, амандасып, қолын қойдыртып алады да. Қолын қойдыртып алып, жаңағы үйіне барып, жаңағы темір жәшікке, темір сандықшаға салады. Қол қойғанында суретке түсіп. Сонда өзінің өмірінің мәні, өзінің өмірінің жүрегіндегі баяғы сондай арманы, сол әкесінің жаңағы арманын қолын жаңағы әртісімен кездестіру болатын. Жалпы енді бұл кітаптың арғы тегі қайдан келді? Мысалы, бұл бизнес, өмірге құлшыныс, жаңағы ақша қалай мал табу керек, адам қалдырмау керек дегеннің негізі бұл
бұл осы кітаптардың негізгі арғы түпкі атасы мына еврейлерден келді. Мына еврей Франклдың шығарған логотерапия өмірге құштарлық дейтін кітабы, негізі осы кітап өте керемет жазылған кітап. Осыны оқысаңыз өкінбейсіз. Бұл жерде Франкл түрмеде жатырса да өмірден өзінің құлшынысын, өмірге деген көзқарасын өзгерткен жоқ. Өзінің бастап жатырған кітабы сол түрмеде лагерге кірген кезде тоқтатылып, жыртылып өртеніп кеткен болатын. Бірақ сол түрмеге кіргеннен бастап қайтадан сол адамдардың мәнін, ойын, санасын зерттеу арқылы сол кітапты қайтадан жазып шығады. Сол жердегі мысалы өмірдің мәнін қарайтын болсақ, әртүрлі. Өмірдің мәні деген осы біздің аман есен сау жүріп, далаға шығып, құстарды, теңіздің шуылын есту, ол өмірдің бір мәні. Және де жақындарымызбен, көптен көрмеген достарымызбен кездесіп қалып, шүйіркелесіп, әңгімелесіп, балалық шағымызды айтқанның өзі де бір өмірдің үлкен мәні болып есептеледі. Және де деніңіз сау ма, қыдырыңыз, әдемі жақтарға барыңыз, өзіңіздің бір ұнататын музыкаңызды, әуеніңізді тыңдаңыз. Қолда бір алтынның қадірі жоқ деп жатамыз. Қолда көптеген байлық біздің қасымызда ұшып кеткеннен кейін барып көріп жатамыз ғой. Сондықтан да бұл кітап логотерапия кітабы, адамның өмірдің мәні деп жатырмыз. Бұл ешқандай байлықта, мынандай ақша неде емес, ешқандай қуаныш жонбай, нелерді көптеп адамдарды тыңдап жатырмыз ғой енді. Бұлар да жаман адам деп болмайды, өте білімді адамдар. Бірақ дегенмен де өмірдің мәні деннің саулығында біріншіде. Бір жаққа саяхатқа шығу, осының бәрі бақыт деп сенуге болады. Әрине, ақша да керек. Қазіргі заманда ақшасыз көз алдымызға елестету өте қиын болып кетті. Біз бұл кітаптарды оқымаймыз демейміз, оқимыз. Бірақ әр нәрсенің өзінің реті бар. Құрметті көрермендер, біз қанша байымыз, мықты боламыз дегенмен де өзіміздің қазақылығымызды жоғалтып алмайық дегім келеді. Келесі кездескенше күндеріңіз мәнді де сәнді, берекелі де мерекелі болсын.